Қиялшылдық. Әрбіріміз қиялданамыз. Кейде кісінің қиялы іске аспас, өте алыс кеңістіктерге шейін шарықтап кеткендіктен шынайы дүниеден алыстатып, зиян алып келеді. Құр қиялдар оның қымбат уақытын алып, дұрыс ой жүгіртуге кедергісін тигізіп, жетілу және жоғарылау жолында тосқауыл болып қалады. Мың жылдап өмір сүретіндей болып қиялданған кісі қазіргі айналасындағы болып жатқан оқиғаларды байқамай, шындықтан қол үзіп қалады. Пайдасыз қиялдануларға беріліп алып, Алла тағала оған қабілеттілік пен талант, мал-мүлік пен бос уақыт, денсаулық пен күш-қуат бергенін ұмытып қалады. Егер ол өзіне берілген жақсылықтарды дұрыс қолданатын болса, көп нәрселерге жете алмақ. Ақындардың бірі былай деп айтқан екен: тәтті қиял, ойға балқып жүрегім, талпынамын, көпті қалап жүремін, бүкіл қайғыдан арылғансымын, ал бірақ бәрі бұның құр қиял екенін білемін. Қайтсе дағы алыс жаққа көз салам, қиялданам, іске асама тілегім. Егер біз екі дүниеде де бақытты болғымыз келсе, онда құр қиялдарымыздың бізге тосқауыл болмауына көңіл бұрайық. Әл-Имран сүресінің 185 аятында Алла тағала былай дейді: кім тозақтан аулақ әкетіліп, жұмаққа кірсе, зор жетістікке һәм мақсат мұратына жеткені біліп қойыңдар. Бұл дүниенің тіршілігі алдамшы қызықтан, жалған бұйым боқшадан басқа түк те емес делінген. Хиджр сүресінің 3 аятында: оларды өз жайына қалдыр, ішсін, жесін, қу тіршіліктің қызығына батып жүре берсін, һәм сағым үміт оларды алдарқата тұрсын. Алдағы уақытта олар әлі-ақ білетін болады делінген. Бірде Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәләм 4 бұрышты сызық сызып, оның ортасы арқылы сыртқа қарай түзу сызық сызды. Содан соң ортадағы сызыққа жеткізе бірнеше кішкене сызықтарды сызып тұрып былай деді: бұл адам баласы, оны қоршап тұрған сызық оның ажалы, 4 бұрыштың сыртына шығып кеткен сызық оның қиялдары. Ал енді бұл кішкентай сызықтар оған келген тағдырдың сынақтары. Егер ол біреуінен өтіп кетсе, екіншісіне ұшырайды, одан өтіп кетсе, қайтадан біріншісі келеді деген. Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху былай деген: бұл дүние өтіп кетеді, мәңгілік дүние өте жақын жерде. Екеуінің өз балалары бар, мәңгілік дүниенің балалары болыңдар. Бұл дүниенің балаларынан болмаңдар, өйткені бүгін амал бар, есеп жоқ. Ал енді ертең есеп бар, амал жоқ болады. Ақын былай дейді: патша деп білеміз ғой өлімді, сұрай қалса береміз ғой өмірді. Еске алып бүгін өткен біреуін айтарсың, ертең сүйегін жерге көмілді. Алға қойылған үлкен пландар, сан жетпес құр қиялдар және таусылмас үміттер басқа уақытта ақырет өміріне немқұрайды болып, бұл дүниені беріле сүйгендіктің көрсеткіштері. Құр қиялшыл кісілер тәубе келтіруді әрдайым кейінге қалдырады да, өзінің Алла алдындағы міндеттеріне көңілсіз қарап, орындаса да жалқаулықпен орындайды. Олардың жүрегі қатып қалған. Алла тағала былай дейді: Хадид сүресінің 16 аятында: олар уақыт өте келе қолдарындағы иләһи кітапқа құрметпен қарауды қойғандықтан жүректері тас болып қатып қалған еді. Олардың дені хақ жолдан бір жолата тайғандар еді делінген. Бұл жерде түкке тұрмайтын құр қиялдар мен алдамшы үміттерге берілудің зияны жөнінде айтылып жатыр. Ал енді ақырет өміріне дайындалуға кедергі болмайтын қиялдану мен үміттер ешқашан айыпталмайды. Өйткені үміт болмағанда ешкім еш нәрсе жасамас еді. Үмітсіз пенде
бір нәрсе жасаудың пайдасын көрмейді. Сондықтан ол еш нәрсе жасамайды. Алла тағаланың ризалығының шеңберінде жер жүзін гүлдендіруге жәрдем беретін үміттер мен қиялдар адам баласына өте керек. Сонда да үміт қиялдар сол өткінші өмірге ғана байланып, Алланы еске алуға кедергі болатындай дәрежеде шектен асып кетсе, онда айыпталуға тиіс. Алланы еске алумен ғана жүректер жай тауып, бізге бұл өмірде тыныштық алып келеді. Анығын айтқанда, қиялкештік жаратқанға ғибадат жасауға кедергі болып, ақырет үшін азық жинауға, кейде жақсы істерді жасауға тосқауыл болады. Жоғарыдағы хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям адам баласы барлық жағынан өз ажалымен қоршалып тұрғандығын, ажал деген бұл сызықты пенде бұзып өте алмайтындығын, ажал уақыты келгенде өлімнен құтылуына титтей үміт жоқ екенін көрсеткен. Пендеге өмірінде тап болған нәрселердің бәрі қорқыныш, ауру сырқау, кесел кесапаттар, тағдырдың сынақтары болып саналады. Мұндай көріністер өте көп болғандықтан, олардың жебелері әрдайым өмір деген сүрлеу жолда сапар шегіп келе жатқан кісіге қарай бағытталған. Жебелердің кейбіреуі оған тимей қалуы мүмкін, ал кейбіреулері тисе де өлтірмей жарақаттайды. Алайда бұл да өлім туралы ескерту. Жол апатына душар болған біреу жарақат алса да, не сапсау күйі аман қалса да, бұл апатта өліп кетуі мүмкін екенін ойлап, бұл дүниеде ол не істегенін бір шама еске алуы керек. Тегі тозақ отынан құтылып, пейішке кіру үшін нелерді жасады екен. Иманды кісі мұндай кесел-кесапаттардан өзі үшін пайдалады да, бұрынғыдан да көбірек жақсы істерді жасай бастайды. Ал енді ақылсыз кісі не үшін мұндай кесел-кесапатқа ұшырағанын және ол не үшін тірі қалғанын түсінбейді, не ойлай да қоймайды. Бұл ескерту оған пайда алып келмейді. Сөйтіп, бұл оның өмірі қиылғанға шейін жалғаса береді. Пенде өлімнен құтыла алмайтынын және оның өміріне қорқыныш келтіретін кесел-кесапаттар әр тараптан қоршап тұратынын біледі. Соған қарамай, оның бұл дүниедегі құр қиялдары тым алысқа қанат қағады. Бұл қиял армандар оның өміріне қарағанда ұзағырақ болады. Адамның қалауларының шегі жоқ. Ол қаншалық көп өмір сүрсе, оның қиялдары да соншалық алысқа кетеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай дейді: қартайған кісінің жүрегі екі нәрседе жас күйінде қалады: дүниені сүюде және құр қиялға берілуде деген. Бұхариде. Өмір өткен сайын пенденің қалаулары азаймастан көбейе береді. Адам қаншалық қартайған сайын соншалық байлыққа ұмтылады. Қиялдары соншалық алысқа кетеді. Өйткені ол өмірінің ақыры келіп қалғанын, байлығы болса азайып бара жатқанын сезіп, мал-мүлікке деген сүйіспеншілігі күшейіп, нәтижеде өмірін және байлығын сақтап қалуға ұмтылысы артады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям тағы былай деген: адам баласының жасы өткен сайын онымен қоса екі нәрсе де үлкейе бастайды. Бұлар дүние сүйіспеншілігі және ұзақ өмірге ұмтылу. Демек, кісі қаншалық жасы өтіп қартайған сайын бұл екі құмары төмендемей, бір қалыпта да қалмай қайта күшейе бастайды. Міне сол кесел-кесапат. Али радиаллаху анху бізге былай дейді: мәңгілік дүниенің балалары болыңдар, бұл дүниенің балалары болмаңдар. Оның сөздері төмендегілерді түсіндіреді. Пенде өмір деп аталған сапарға шығады.
Оның бұл сапары ол туылғаннан өлгенге шейін жалғасады және әрбір сәт оны сапардың бас жағынан алыстатып, аяғына жақындатып барады. Бұл сапардағы кісілер екі түрге бөлінеді. Бірі бұл дүниені өз мақсаты және басты қиялы етіп алғандар. Олар бұл дүниенің балалары. Ал енді екіншісі болса, мәңгілік ақырет өмірін өзіне мақсат қылып, бұл дүниені сол мақсаттарына жету үшін құрал ретінде ғана қарағандар. Олар бұл дүниеден ақырет өмірінде игілікке жетуге жәрдем беретін нәрселерді ғана таңдап алып, тосқауыл болатын нәрселерді лақтырып тастайды. Сонда да бұл дүние әрекет және амал қылатын, бірақ олардың жемісін толық көрмейтін уақытша мекен. Ал енді мәңгілік өмір болса, бұл дүниедегі еңбектердің жемісін көретін шынайы дүние. Ол жақта адам үшін қылатын еңбек жоқ, рахаттар ғана бар. Сол үшін пеш деп аталады. Мәңгілік өмірде пенде еш нәрсені өзгерте алмайды. Өйткені мұндай мүмкіншілік оған бұл жерде ғана беріледі. Бұл көпшілік біле бермейтін өте маңызды ақиқат. Ибн Қайым рахимахуллаху былай дейді: пенде жерге туылған сәттен бастап, оның жер үстіндегі өмірінің ұзақтығына қарай созылған жаратқанға қарай сапары басталады. Күн мен түндер оның сапары бітпейінше басып өтетін жолының бөліктері. Ақылды пенде Аллаға жақындатушы осы сапардың әрбір бөлігін мақсатына жету үшін зейін қоя бақылайды. Кісілер бірнеше түрге бөлінеді. Кейбіреулері бақытсыз мекенге, имансыздық пен Аллаға бас имеуге қарай тиеген жүктерімен сапарының аяғына шығады. Қалғандары болса, Аллаға рахат пен бақыттылық жайына бағыт алады. Алла тағала таңдаулы кісілерге бірнеше сынақты қатарымен жібергенде, олардың жүрегіне шайтан кіріп алып, оларды Алланың әділеттілігінен, керек болса, оның бар екенінен де күмәндануға азғырады. Шайтан оған былай деп сыбырлайды: егер ақиқат жолында болсаң, онда неге Алла саған қиыншылықтарды жібереді? Не үшін ол саған бұл дүниедегі қалаған нәрсеңді бермейді? Сен оған ғибадат жасап, қолыңнан келгеннің бәрін жасап жатқан жоқсың ба? Енді бұлай бола берсе, онда Аллаға бойұсынудың, дінді ұстанудың қандай пайдасы бар, деп сыбырлайды. Жоғарыда ескертілген ақиқатты түсінген адам сынақтарға сабырсыздық танытпай, сабырлылық және ризалық көрсетіп, Алланың сыйлықтарынан үміт етіп өмір сүреді. Бұл ақиқатты білмегендер болса, түзу жолдан шығып, имансыздыққа ұрынып, бұл дүниеде де, о дүниеде де құрдымға ұшырайды. Хаж сүресінің 11 аятында Алла тағала былай дейді: адамдар арасында Аллаға тек қара басының пайдасы үшін сүлесоқ құлшылық ететіндер бар. Мұндай адам мақсатына жетіп, жақсылыққа кенелсе, жаны жай тауып, мәз болады. Ал қандай да бір сынаққа, қиындыққа тап болса, бірден сырт айналып, жалтара қалады. Сөйтіп, дүниеде де, ақыретте де бар жақсылықтан қағылып, оңбай зиян шегеді. Міне, оңбай зиян шегу деген осы делінген аятта. Құр қиялдарымыздың мүлдем іске аспайтындарын азайтып, көңілімізді өзіміз өмір сүріп жатқан дүниеге бұрумен бақытты бола аламыз. Сонда ғана жақсы істер және пайдалы еңбектер үшін уақытымыз көбейіп, қаншама қайғы мұң бізді мәңгілікке тастап кетеді. Біз сөзсіз өлеміз. Сол шындыққа мойынсұнып, өмір бойы бүкіл уақытын бекерге құртпай, ақыреттегі мәңгілік өмір үшін еңбектенген кісі анық данышпан. Өмір қысқа, маңызды істер өте көп. Келіңдер,
ендеше құр қиялға берілгенше мәңгілік өмірде еш нәрсе үшін өкінбейтіндей ғұмыр өткізейік. Құрметті тыңдармандар, видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Алланың нұры жаусын баршаңызға.